Сәлем достар, Наполеон тортын дайындаймыз. Ол үшін сүтімізді бір ыдысқа құйып дайындап қоямыз. Бөлек ыдысқа 2 жұмыртқамызды, шекерімізді және крахмал салып араластырып қоямыз. Сүтімізді газге қойып ысытамыз. Ысығаннан кейін жұмыртқалы массамызға шамалы құйып араластырып, жұмыртқалы массамызды қайтадан сүттің үстіне құйып, қоюланғанша араластырамыз. Қоюланғаннан кейін бөлек ыдысқа құйып, бетін пешовоймен жауып қойып қоямыз. Қамырын дайындауға суға жұмыртқа қосып, уксус қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Ұнға сары майымызды салып, теркіден өткіземіз. Жұмыртқалы массамызды қосып, жұмсақ қамыр шығарамыз. Қамырымызды холодильникке жарты сағатқа ұстаймыз. Сағаттан кейін алып, 10 бөлікке бөліп, формамыздан кесіп, қызып тұрған пешке 5 минуттай пісіріп аламыз. Дәл осылай видеодағыдай етіп жинақтап шығамыз. Наполеон дайын.